Қайырлы күн, достар. Бүгін қызылша мен нуттан пайдалы әрі дәмді хумус дайындайтын боламыз. Әуелі бір стакан нутты жуып тазалап, кастрөлге салып, су құйып 1 сағаттай қайнатамыз. Келесі ыдысқа қызылшаны аршып турап, оны да үстіне су құйып қайнатуға қоямыз. Бізге хумус дайындау үшін қайнатылған нут пен қызылша, зәйтүн майы, куркума, қаймақ және тұз бұрыш қажет. Блендерді алып, алдымен нутты саламыз. Оның үстіне куркума, тұз, бұрышты қосамыз. Зәйтүн майынан 150 грамдай құямыз. Қаймақты қосып, барлығы қоймалжынға айналғанша блендерде араластырамыз. Содан соң қызылшаны қосып, әрі қарай араластыра түсеміз. Дайын болған хумусымызды шұңғыл тарелкаға салып, бетін тегістеп, айналасына қасықпен сызық сызып, сол сызық үстіне нуттың дәндерін айналдыра қойып шығамыз. Хумустың бетін сәндеу үшін грек жаңғағын ұнтақтап турап, ортасына сәндеп қоямыз. Осы күйінде дастарханға ұсынуға болады. Міне достар, қызылша мен нуттан пайдалы әрі дәмді хумус дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.